Не саламатсыздар ма, құрметті студенттер, барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгінгі біздің 3-ші дәрісіміз Қазақстандағы экотуризмнің әлеуеті бар аумақтар мен туристік маршруттарды жобалау және бағалау әдістері. Дәрістің мақсаты мен міндеттері. Дәріс мақсаты студенттерге экотуризм дамытудың теориялық негіздерін түсіндіру, Қазақстандағы экотуристік ресурстарға шолу жасау, туристік маршруттарды жобалау мен бағалау әдістері меңгеру. Дәріс міндеттері. Дәріс экотуризмнің ұғымы мен қағидаттарын түсіндіру, Қазақстандағы аумағындағы экотуризмге қойылатын аймақтар, қолайлы аймақтарды анықтау, экотуристік маршруттардың түрлері мен құрылымын сипаттау, бағалау әдістерін қолдану арқылы экотуристік маршруттардың тиімділігін талдау, туристік маршруттардағы карта негізінде құруды үйрету, геоақпараттық технологияларды GPS маршрут жобалауда қолдану, экологиялық қауіпсіздік пен жүктемені ескере отырып маршрутты жобалау, Қазақстан мысалында маршруттарды тартымдылығын арттыру жолдарын талдау. Экотуризм анықтамасы. Дүниежүзілік туризм ұйымы анықтамасы бойынша экотуризм бұл табиғи аумақтарға жасалатын жауапты саяхат. Оның мақсаты қоршаған ортаны қорғау мен жергілікті халықтың әл-ауқатын арттыру болып табылады. Негізгі сипаттамалары табиғи ресурстарға негізделеді. Экологиялық білім беру, туристік қызмет көрсету, табиғатты қорғауға үлес қосады. Жергілікті халықтың экономикалық жағы пайда табуын көздейді. Экотуризм принциптері. Экотуризмнің табысты және жауапты даму келесі негізгі принциптері сүйенеді. Бірінші, тұрақты даму. Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану. Болашақ ұрпаққа табиғи мұра қалдыру. Табиғи экожүйеге зиян келтірмеу. Екінші, қоршаған ортаны сақтау. Әртүрлілікті қорғау. Қоқысты азайту, табиғатты бүлдірмеу, экологиялық нормаларды сақтау. Үшіншісі, жергілікті қауымдастықты тарту, халықтың жұмысқа орналасуын қамтамасыз ету, дәстүрлі мәдениетті насихаттау, жергілікті кәсіпкерліктерді қолдау, қолөнер, ауыл шаруашылығы, гид немесе экскурсовод қызметтері. Төртіншісі, танымдық және тәрбиелік мәні, туристерге экологиялық білім беру, табиғатқа деген құрмет сезімін қалыптастыру. Қазақстандағы экотуризм әлеуеті бар аумақтар. Еліміздің жалпы территориясы 2.724.000 шақырым. Соның Алтай мен Атырауға дейін аралық 1000 километр. Ал Алатаудан солтүстікке дейін 1700 қашықтық қалып жатыр. Елімізде 17 облыс, 3 үлкен қала, 200-ден астам қала типтес және 1000-нан астам елді мекен бар. Осыларда біздің елімізде осы экотуризмді дамытуға ерекше аймақтар. Бірінші, Қатан-Қарағай ұлттық паркі, Алтынемел ұлттық паркі, Көлсай көлдері мен Қайыңды, туристік Түркістан облысы Қайрам, Үгем жотасы, Баянауыл және Көкшетау аймағы, Түртпе Маңғыстау экотуризм үйлесімі, Алакөл Балқаш маңы. Және де осы елімізде 10-нан астам ұлттық қорықтар бар. Және 167 қорықшалар бар. Осылы аймақтардың кез келгенде еліміздегі экотуризмді дамытуға мүмкіндіктер бар. Экотуристік маршруттарды жобалау. Туристік маршруттарды компоненттері аумақтық объектілер, табиғи, мәдени, бағыты, одан кейін қолжетімділігі, жол, көлік инфрақұрылымы, қызмет көрсету, экогидтер, ақпараттар, визит-центрлер, маршрут жобалау кезеңдері, аумақты, қауіпсіздік пен жүктеменің бағасы, туристік қызығушылық деңгейін анықтау, қызмет көрсету мен инфрақұрылым жоспарлау. Енді туристік қызығушылық деңгейі бұл анықталады, қауіпсіздік пен жүктемені қамтамасыз ету. Енді осы тұтынушылардың мінез құлқы әрқайсысы әртүрлі, сондықтан аудиториядағы сегменттеу арқылы біз қызығушылық деңгейін анықтаймыз.
туристік маршруттарда бағалау әдістері, сот талдау, күшті, әлсіз жақтары, мүмкіндіктері, қауіптері. Бұл енді ішкі факторлерді талдау жасауға екінің. Ал енді жалпы экономикалық нарықта микро, макро тұрғысынан да талдау жасау болады, немесе тез талдауды қарастыруға болады. Экологиялық жүктемені бағалау, қолжетімділік индексі, туристердің сұранысына сай сауалнама әдістері, экономикалық тиімділікті бағалау, жергілікті халықтың кірісі, жұмыс орындары, тағысын тағылар. Мысалдық маршруттар, жобалық элементтер. Мысалы енді еліміздегі маршруттардың, туристік маршруттар көп, осы экологиялық аймақтары, әсіресе осы Іле Алатау территориясында, Іле Алматы қорықтарында, мысалы Алматы, Көлсай, Қайынды, Саты ауылы арқылы осы Алматы қаласынан көптеген маршруттар дейміз. Әзірге Көлсай көлдері осы маршрут өзекті соңғы жылдары керемет даму үстінде. Соған енді ұзақтығы 3 күн, мысалы табиғатты көру, экологиялық ағарту, жергілікті ауылмен танысу, қызметтер, экотуризм элементтері, үйде түнеу, тағам. Енді бұл жерде Алматы қаласында жүрген бұл жерде бір күндік маршруттар бар, осы Көлсай көлдеріне, және екі күндік маршрут бар, бір түн, бір түн, 2 күнге. Ал енді бұл жерде Көлсай көлдеріне, Көлсай екі көлдеріне, және Қайынды көлдері, сонымен қатар шарын шатқалдарына арқылы көріп туристердің қызметі. Бұл жерде бейбақ қызмет ұйымдастырады, түнеу қызмет. Ал бұл жердегі түнеуді керемет қонақ үйлері жоқ, бұл жердегі кемпингтер, жергілікті қонақ үйлердегі турбазалар, қазақтың кигіз үйлері, осылардың барлығы. Одан кейін тамақтану процестері табиғи ауылдың дәмін татады, қазақи дәстүрдегі тағамдармен тағамданады. Және де осы соңғы кездерде осы Көлсай территориясындағы даму процестері, әзірге үлкен әлемдік деңгейдегі тамақтану процестеріндегі мейрамханалар, кафелер, тағысын тағылар көбейе бастады. Экотуризм Қазақстанда орнықты туризм дамытудағы маңыздың бағыты. Ол үшін ғылыми негізделген маршруттар құрып, оларды бағалау мен басқару тетіктерін дұрыс қолдану. Ал енді осы Қазақстандағы биыл 100 жыл болатын Ақсу жабағылы қорығы бар. Осы Түркістан облысы орналасқан. Енді осы Ақсу жабағылы қорығында да экотуризмге байланысты көптеген маршруттарды ұйымдастыруға болады. Туристік маршруттардың түрлері мен классификациялары. Енді жаяу маршруттар, билеу маршруттары, атпен түсіру маршруттары, су маршруттары, аралас маршруттары, ғылыми танымдық және білімдік маршруттарды ұйымдастыруға болады. Қарапсақ енді әсіресе осы экотуризмде, әсіресе белсенді туризм түрлері басты рөл атқарады. Жаяу туризм, тау туризм, су туризм, веле туризм, осы үңгір туризм сияқты осының барлығын қарастыруға болады. Міне осы табиғатты бүлдірмеу, экологиялық процестерді сақтау мақсатында белсенді туризм түрлері көбінесе физикалық маршруттар басты рөл атқарады. Туристік маршруттардың құрылымдық элементтері бастапқы және соңғы пункт, аралық аялдамалар, экологиялық және мәдени нысандар, қауіпсіздік нүктелер, медициналық көмек және байланыс. Енді бұл маршруттың құрылымдық несі бастапқы шыққан кезде бастапқы маршруттар, әсіресе бұл маршруттар көбінесе бір нүктеден бір нүктеге жеткізу. Өйткені қауіпсіздік мәселесін басты орында ұстау керек. Одан кейін аралық аялдамалар, бұл санитарлық остановкалар болады, автокөліктерде техникалық бақылаулар болады, май құю сияқты процесс жүргізіледі. Енді одан кейін экологиялық тәуелді мәдени нысандар, бұл объектілер көптеп кездеседі. Сол объектілерге маршрут бойынша шеңберлі немесе сызықты маршруттар арқылы